Now I found you. Now I found you. And now my prayers been answered. Now I found you. Why did it take so 네, 안녕하세요. сізбен бірге Роуз. Бүгін мен 4 айдан кейін қайтып келдім. Бүгін бізде аватарка Yang Jongwon мен ENHYPEN'дағы мен бұл топқа дизайнер ретінде орналастым. Өйткені мен қазір бұрын арми едім, ал қазір мен инжинмін. ENHYPEN'ге фанат бола бастаған менің ноябрьдің 30-нан бастап мен олармен бірге бірінші лайфты көрдім. Где-то ноябрьдің соңына қарай мен оларға фанат бола бастадым. Қазір бізде аватарка олардың лидері Yang Jongwonмен бірге болады. Ол аватаркада мен сіздерге көрсетемін. Бұл олардың Epic Cage альбомы Dimension Answer деп аталады. Соған бұл ет версиясынан арналған аватарка. Бұл Jongwonның ВК-дағы топына арналған аватарка болып табылады. Сондықтан да мен ол топқа дизайнер болдым. Ол топқа подписаться етіңіздер, және де менің аватаркаларымды көріп тұратын боласыздар. Мен каналда көргендеріңіздей новый интро жасадым. Новый интрода көрдіңіздер, қандай екенін бағалап жүрсеңіздер болады. Осы уақытқа дейін мен 99 адамды жинап, жарты адамнан айырылып қалдым. Себебі мен каналды запросить етіп тастадым. Себебі мен мотивацияны жоғалтып алдым. Мен прогорать етіп қалдым. Мен ары қарай не істерімді білмей қалдым. Сосын осы паузада түсінгенім, маған ютубқа видео салған ұнайды екен. Маған фотошоппен аватарка жасап, соның процесін озвучка жасап, оны ютуб каналға салу, оны монтировать ету, оны көрсету, оны басқа адамдар көргенде, басқа адамдардың көңілі көтерілгенде, мен де көңілім көтеріліп, дизайнды одан да әдемі қылып жасауға мотивировать ететін нәрсе екенін түсіндім. Ютубқа видео салмай жүріп, мен өзіме ұнайтын нәрсені көп іздедім, және де мен енді ол ютубты тастамай, енді соны ары қарай жалғастырғым келді. Сол үшін мен сіздерге қайтып келдім, және де адам санын көбейтуге өзімнің үлесімді қосатын боламын. Ютуб менің тағы бір жақсы көретін баламдай болатын болды. Себебі менде қазір бұрынғы новый микрофон алған едім. Ол микрофоным қазір радио сияқты дауыс шығатын болғандықтан мен наушниктің микрофонына сөйлеп отырмын. Если бір түрлі дауыстар шығатын болса, оған назар аудармауларыңызды өтінемін. Себебі мен ютубта анандай микрофонмен жазып отырмын. Басқа новый микрофон алуға қашан менің мүмкіндігім болатынын білмеймін. Өйткені мен қазір ENHYPEN'ның альбомдарына ақша жинап жатырмын. Себебі мен каналда анбоксинг емес, ревью жасайтын болдым. Өйткені ревьюді мен Шугадан көріп қалдым. 7 жыл бұрын ол өз каналына өзінің альбомымен ревью жасаған екен. Сондықтан да мен де сол ревьюді жасап, ол сияқты анбоксинг емес, ревью жасаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі анбоксинг деген оның, если честно, мен ондай көп альбом алып жатқан жоқпын. Оны коробкасынан ашып шығарып, оны ашып жатқан жоқпын. Сондықтан да менде просто ревью болады. Просто ішінде не бар, қандай мембер түсті, менде фотобук қандай екен, бірге көреміз, және бірге любоваться етеміз. ENHYPEN сіздерге ұнамаса ештеңе етпейді, но олар маған ұнайды. Бірақ аватарканың видеолары басқа да топтармен болады, особенно BTS-пен көбірек тапсырыс. Оны енді тапсырыс берушілер шешеді. Ол тапсырыс берушілер қандай аватарка тапсырыс береді, сол аватарка бойынша мен сіздерге видеоны көрсететін боламын. Егер өздеріңіздің топтарыңыздың аватаркаларын көргілеріңіз келсе, онда маған ВКонтактеге жазыңыздар, ВК-ға, личкаға тапсырыс беріңіздер. Тапсырысты мен тек суббота күндері ғана орындаймын. График қойып алдым, әр аптада бір аватаркадан ғана суббота күні ғана орындаймын. Басқа күндері мен аватарка істемеймін. Себебі басқа күндері мен басқа нәрсемен қолым босамайды. Менде бір айда 3 апта уже бос емес болады сразу. Кейбіреулер күтетіндер бар, кейбіреулер күтпейтіндер де бар. Сондықтан да олар өздерінің еркі. Кімге әдемі аватарка керек, солар күтеді.
сөздің қысқасы, мен сіздерге көп әңгіме айтпаймын, өйткені мен бұл аудионы уже 3-ші рет жазып отырмын. Көп уақытты кетірмей, көп сөйлемей, мен сіздермен бір күн қоштасамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Менің каналыма жазылыңыздар, уведомленияны қосыңыздар, және де лайк басыңыздар, комментарий күтемін. Сіздермен бірге болған Роуз. 안녕. келесі кездескенше. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim.